Құрметті опекундар, яғни сіздің азаматтарыңыз кезекте тұрсыз, опекун болып тұрған болсаңыз, онда міндетті түрде келесі нұсқаулықты асықпай қарап алып, согласие на сбор обработку міндетті түрде беріңізші. Өйткені ертең подопечныйымыз дейміз ғой, сол адам кезекте тұр ғой, сол адамға смс келу керек, сол хабарлама келу керек. Егер соны согласие бермесеңіз, ондай хабарлама сізге келмей қалады. Міндетті түрде смс-бен кіріп, согласие на сбор и обработку данных деп согласие беріп алыңыз. Егер бере алмайтын болып жатсаңыз, онда төменде тұрған телефонға хабарласаңыздар, біздің менеджерлар ақылы түрде сізге көмегін беретін болады. Жасап алыңыздар, бағдарлама басталмай тұрғанда, өйткені аренданың жүрі жақын арада басталып қалуы да мүмкін. Қамқорлықтағы туған деректерін жинауға және өңдеуге келісім беру бойынша бейненұсқаулық. Ең алдымен компьютерде браузерді ашып, мекенжай жолына өркен-отбасыбанк.kz сілтемесін енгізіңіз. Порталда авторизациядан өтіңіз. Басты бетінің оң жақ жоғарғы бұрышта орналасқан кіру батырмасын басыңыз. Кіру үшін қамқоршының ІЦқ кілтін пайдаланыңыз. Жеке кабинетке кіргеннен кейін қамқорлықтағы туған қойындысын таңдаңыз. Ашылған терезеде қамқорлықтағыны қосу батырмасын басып, талап етілетін мәліметтерді енгізіп, және әрі қарай батырмасын басыңыз. Келесі терезеде заңды өкілдің деректерін жинауға және өңдеуге келісім беру бөлімін таңдаңыз. Құжатты ІЦқ кілті арқылы қол қойып, жіберу батырмасын басыңыз. Назар аударыңыз. Құжатты жібергеннен кейін жүйеден жауап келгенше күту қажет. Жүйеден жауап алған соң қамқорлықтағы туғанның деректерін жинауға және өңдеуге келісім беру қажет. Оны да ІЦқ кілтімен қол қойып, жіберу батырмасын басыңыз. Құттықтаймыз, сіз қамқорлықтағы туғанның деректерін жинауға және өңдеуге келісім бердіңіз.